Догма Керет живарындаки көп тақыл көйінден олған Феруде Керимова 1930 сенесі дүнияға келді. Оның мешақатлы өмір жолы да балалық чағынан башланды. Женк вақтында Феруде битанын бабасы койде молалық япқан. Шу себептен о Совет үкіметі тарафындан құршынға тізілді. О вақыт анасы 4 баланын бір өзі қалған. Evvel Müslümanlara разрешение yok edi. Hükümet netmeydi. Hayır olmaydı. Son Nemseler geldi. Nemseler gelgen son nege mollalıkka разрешение oldu. Molla kıdıralar. Babamны biledi koyun kakları. Айтtılar men babam molla bütün şeyini bile dep. Anatın aldılar, gittiler, nege lap ettiler. Короче, bayram namazı kıldırdı, bayram yasattırdı halka. Ondan sonra Krasny geldi, bizimkiler geldi. Ondan sonra bir gün geldiler, babamla polisiya mı ne mi aldı gitti. Ondan şundan da görmedik. Женк вақтында ерлі сәкендер бомбалардан даға ве қаялар түбіне қачып, жанларыны құтара. Ама көйде яшаған эслі башлық қартларының чоқысы евлерінден білечі қалмайыды. Феруде битанын қарбабасы Женкнің ең дешетлі күнлеріні көйде кечере. Самолеттер истребитель дейділер, неділер. Бомба ташлап кетеді, рас келген ерге. Балабан қая бар еді бізде, таш қая. Шың түбіне қашып кетедік. Епсіміз. Мен қарт бабам бар еді. Мен бармаймын балам. Барыңыз сіз. Сіз сауқасаңыз болған. Бармаз еді. Біз барып, самолетлер тыншыған соң, қайтып үйге келіп, тағда жатайдық. 1944 сенесі майысының 18-інде Совет үкіметі айлені ватанындан марум етті. О гежесі башларына насыл беле түшкенini анламадан, айле азалары бош еллерінен uzun yolға чықып, туған евлеріні терк етелер. Шүлер нелер епсі қалды, бүтін шиіміз. Тоғы, анам бір банка қайма қалды. И kaç kilo mu, 5 kilo mu, muka aldı. Şularını aldık. И школаның азбарында отырамыз. Айле Өзбекистанның Сырдария вилаятыне тушы. Мында сақ қалмақ üçün Керимовлар қорантасы әршейге қатланды. Ағыр сынавлардан кечті. Сүргінлікнің бірінші күнлерінден башлап 14 яшлы Феруде тарлада çalıştı. Anda verdiler bir penceresi yok, kapısı yok. İlerden bir tane iyi verdiler. Anda kırdık, kaç demeydik bilmem o kadarlığın. Şakallar bakırkılay ama pencereden kireler, kapıdan çıkıp kaçalar. Hepsimiz netemiz, korkup jatamız. Kışka yakmağa kömür yok, ağaç yok. O zapayanı şapalayımız, toplayımız, üskürt etip jiyamız. Kışta onu jağıp ijıltamız. Omanda yaşayım, aş pişiremiz. Бірінші қыш сүргінлікте ағыр сынавға чевірілді. Балаларыны шу қара күнлерді құтармақ үшін анасы өзіні іч ажымайыды. Ама о йылы қоранта ачлықтан өлген 9 яшлы асанчықны дефін етті. О ағыр қатырлауларыны Феруде бита іч ақылындан сылып оламай. Бүгінде аджы көз яшлар төке. Анам бір қазан мамалиға пішіреді. Епсімізге бірер чөміш шырып аман қалыңыз. Өлмейік деп, қаш 100 грамдан ашылық мы, ұнны береділер тоже. Оны бір айға жеткіземіз ме? Авалар жылынып башлаған соң, от жылқып башлаймыз, ашаймыз, о да жоқ. Боғдай пішіп башлады. Тиран анау нелерден нетіп алайдық жылқып. Оны қайтып ашаймыз, қаберімде жоқтар. Анам қайтып бермей кетіреміз.
ашлығын башын темізлей, езе, короче, шайма пішірілей. Біз ашам дедік. Bir çömüş bölüp koptu bu. Ondan sonra o hastalandı. Döşekte yattı ya. Sabi öldü. Açtan öldü mü? Конечно, açlıktan çıkıp öldü. Феруде бита сүргүнлүктө башындан кечирген кыйынлыкларны, ачылыкны ич унутуп оламай. Бу хатырлаулар оны кенеде балалык чагына алып кайта. Кайрыдан бу дуйгуларны ис этип, йоксузлук күнлеринде пиширилген ашларнын, отмектин кокусун дуя. Açlık, arpa, ne olsa şunu beredi. Sonra onu anam alıp taştan tırmen yasadılar. Şundan tartıp lipuşka etiydik. Vay, bir вкусный. Da. Anam hepsimizge bir parça, bir bide pişirse lipuşka. Şişemizge böyle dört evimizge bir öyle de 3 tane kaldı. Bölüp toygan aş yok edi. 1950 senesi Ferude бита акайга чыга. Ама тагдир ойле болду ки doğan эки evladyny hastalyk себебинден жоя. Соңра эсе 5 баланын анасы ола. Çok yıllar devamında gurbetlikte ana vatanına asret çekкен Ferude бита 1979 senesi ailesinin Kırımga kaytmaga karar ala. Tuğan yerinde yerleşmeye çare tapalmay Krym şehrine көчелер. Vatanга Ferude Kerimova ballarının beraber 1991 senesi avdet eti ve 7 koyu rayonunun Akkoyz koyunda yerleşe. Bugün 92 yaşlı Ferude бита ana vatanında bala ve torunlarının beraberlikte olganına kuvana. Kun gurbetlikte çekişi bu dünyanı terk etken yakınlarını hatırlay ve olar için dua eti.